Оғыз мемлекеті 9 және 11 ғасырлар кезінде өмір сүреді. Мемлекет бірінші кезде Жетісудың батысында болады, олардың астанасы Ескі Грузия болады. Кейін оларды ығыстырып жібергеннен кейін Сырдария бойында арал маңайына көшіп келеді. Және мемлекеттің астанасы сол кезде Жаңа Грузия болмаса Яңа Кент деп атаймыз. Так сол кезде мемлекеттің билеушісі жабу болады, ал жабудың әйелі қатын басқарады олар кезінде. Келесі мемлекеттің жалпы тақ мұрагерін басқарушы, яғни тақ мұрагерін тәрбиелеуші, біз оларды атабектер деп кетеміз. Келесі күлеркіндер дегеніміз кімдер дейтін болсақ, ол жабудың кеңесшісі. Ал сүйбасшы есе бұл әскербасы деген мағынаны білдіреді. Махмұд Қашқари өзінің еңбегінде жалпы осы оғыздардың 24 тайпасын келтіреді. Кейін олардың тайпасы 12-ге қысқарады. Жалпы бұл оғыз мемлекеті жер үшін Киев мемлекеті Святославпен 965 жылы, яғни Хазар хандығына қарсы көтеріліс жасай отырады және оларды жеңеді. Кейін арада уақыт өткеннен кейін 985 жылы Киевтің билеушісі Владимир мен оғыздар қосылады да, олар яғни Бұлғар хандығын талқандайды. Талқандап олар Қара теңізіне қарай жайлауларына шыға бастайды. Жалпы осы 10 ғасыр кезінде Оғыз Сырдария мен Кавказдың арасы Оғыз даласы деп аталады тарихта. Келесі 1041 жылы Шах-Мәлік деген хан бұл Хорезм мемлекетін уақытша бағындырады, бірақ Шах-Мәлікті олар салжұқтар өлтіргеннен кейін осы Оғыз мемлекеті әлсіре бастайды. Жалпы оғыздардың жері үшін қыпшақтар мен оғыздар таласады, бірақ бұл екеуінің арасында шайқас моңғолдың жаулап алуымен аяқталады.